Статистика бойынша әр адам орта есеппен өмірінің 38 сағатын тіс жууға жұмсайды екен. Ал мамандар әр 6 ай сайын тіс щеткасын ауыстыру керек дейді. Ауыз қуысын тазалауда ерекше маңызға ие құралды дұрыс таңдап жүрміз бе? Мысалы, біздің заманымызға дейін 3500 жылы ежелгі Мысыр мен Вавилонда тіс щеткалары ретінде мынау сияқты ағаш бұтақтарын пайдаланған. Ал 1400 жылы қытайлықтар шошқа қылынан, сүйек пен бамбуктан жасалған сапты тіс щеткаларды қолданды. Бізге бала кезден таныс мануалды немесе қол щеткалары ауыз қуысының базалық заты болып саналады. Бұндай щеткалардың бастапқы зиян жағы, егерде оларды уақытлы мерзімде ауыстырмасақ, ол ауыз қуысында бактериялардың көбеюіне себепші болады. Осындай тіс щеткалары әртүрлі материалдан, түрлі пішіннен жасалып, заманауи құралдар пайда болды. Қазір мынандай электронды тіс щеткалары сұранысқа ие. Мамандар бұндай құралдың да зияны бар екенін алға тартады. Әйтсе де, тіс щеткаларының қайсысын таңдаған жөн? Ал қазіргі заманда адамдарды электрлі тіс щеткалармен біз таңғалдыра алмаймыз. Себебі олардың дүкенде түр-түрлерін кездестірсек болады. Электрлі тіс щеткалардың артықшылығы және зиян жақтары болады. Бастапқы олардың жағымсыз аспектісі ол эмальдің жұқаруына себепші болады. Және де әсіресе адамдарда деминерализация немесе флюороз болса, бұндай жағдайда оларға жұмсақ қылшықтары бар тіс щеткаларды таңдаған жөн болады. Тіс күтіміне әр адам ерекше мән беру керек. Өйткені ішкі құрылыстың саулығы ауыз қуысының күтіміне тікелей байланысты. Оның үстіне адамның эстетикалық сұлулығы жарқырап тұрған 32 тістен анық көрінеді емес пе? Ендеше денсаулығыңызды ойласаңыз, тіс күтіміне мән беріп дәрігердің нұсқаулығын орындаңыз.